1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күніне орай Қордай ауданында ерекше мерекелік іс-шара ұйымдастырылды. Аталған кеш достық пен татулықты дәріптейтін сахналық қойылымдар мен тағылымды концерттік бағдарламаға ұласты. 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күніне орай Қордай аудандық мәдениет үйі Емен саябағында ерекше іс-шара ұйымдастырып жатыр. Аталған шара достық пен татулықты нығайтуға дәріптелген сахналық қойылым мен тағылымды концерттік бағдарламаға ұласты. Қазақтың байтақ даласы бүгінде 130-дан астам ұлт өкілдеріне ортақ отан. Сондықтан да 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күні ретінде айрықша аталып өтеді. Бұл ел үшін ең маңызды әрі мазмұнды мерекелердің бірі. Айтулы күн еліміздің барлық өңірлерінде кең көлемде тойланады. Құрметті қазақстандықтар, поздравляем вас с 1 мая, с Днем Единства народа Казахстана. Пускай всегда над нами будет чистое, светлое, голубое небо. Пусть светит солнце нам. Никогда не будет у нас войны, плохих невзгод. Пускай всегда будет все хорошо. Наша сила в единстве. С праздником! Саламатсыздарбы, бүгінгі 1 май бірлік күні байрамыңыздармен шын жүректен құттықтаймын. Ассаламу алейкум. Понимаду, көші. Құрметті отандастар, сіздерді 1 мамыр бірлігі күні құтты болсын. Мереке құтты болсын, біздің бірлігіміз күшейе берсін. Құттықтаймын мерекелермен. Уважаемые земляки, поздравляю вас с этим замечательным праздником. Праздником дружбы, единства и согласия. Пусть над нашей землей будет всегда ясное небо, светлое солнце. Пусть у нас будет мир, достаток и благополучие в каждой семье. Қордай ауданында Қазақстан Халқы Ассамблеясы құрылған. Өңір көп этносты аймақтардың бірі. Мұнда 30-дан астам ұлт өкілдері тату-тәтті өмір сүріп келеді. Түрлі мәдениет пен дәстүр тоғысқан бұл өңірде халық бірлігі мен өзара түсіністік берік қалыптасқан. Қай ұлт өкілі болса да бір шаңырақ астында бір атаның баласындай өмір сүріп, елдің дамуына ортақ үлес қосуда. Бүгін ауданымыздың тұрғындары сондай жоғарғы көтеріңкі көңілмен осындай мерекелік іс-шараға қатысып, концерт тыңдап, көңілдерін көтеріп жатыр. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай. Әрдайым елімізде осындай халықаралық бірлік, татулық мерекесі көп болғай. Бүгінгі іс-шарада да мінекей ауызбіршілігімізді, ауданның халқының бірлігін көрсететін жақсы бір шара болып жатыр. Осындай шарамыз көп болсын. Ең бастысы еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Бүгінгі Қазақстан халқының бірлік күні құтты болсын. Жастарымызға жарқын болашақ берсін. Үлкендерімізге жақсы денсаулық пен жақсы өмір берсін. Еңбектегі адамдарымызға істеріне игілік берсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Халқымыз әрқашанда бірлікте болсын. Амин, Аллах акбар. Осылайша Қордай өңірінде бірлік пен татулықтың үлгісі айқын көрініс табуда. Түрлі этнос өкілдері бір мақсатта жұмылып, ел тыныштығы мен тұрақтылығын нығайтуға өз үлестерін қосып келеді. Бірлік бар жерде тірлік бар. Ендеше татулық пен келісім әрдайым салтанат құрсын. Айгерім Қожабайқызы, Нұрали Әбиұлы, Қордай 24 Ньюс.